Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бұл аяқ асты жасалған видео. Бүгін Red Dead Redemption 2 ойындағы қорқынышты нәрселерді талқылаймыз. Көбісі GTA 5-те болған ұшатын тарелка немесе тағы басқа құпияларды күтті. Негізі ұшатын тарелка бұл жерде де бар. Негізі бұл маңызды емес, ойында онсыз да көптеген қорқыныштар бар. Бүгін соны талқылаймыз. Ал енді қорқынышты еместен бастасақ. Бұл Йетиның орны. GTA 5-те Йетиді бірнеше рет көрдік. Ол жерде тірі болған. Мұнда өкінішке орай тек үлкен қаңқаны табуға болады. Ал Артур сұрақ қояды. Бұл кезінде адам болды ма, әлде басқа жаратылыс па? Ойында тағы бір қаңғыбастың орнын табуға болады. Ол картада мына жерде. Осында кіріп, адасып кетуге болады. Үңгірде көп жолдар бар екен. Дұрыс жолмен жүрсек, бір бөлмеге келеміз. Осы жерде Артурға бір адам сөйлейді. Мына жігіт бір жынды сияқты, өзін Эблиске теңейді. Мен оған баруға тырыстым, басқа жолдармен жүрдім, бірақ ештеңе шықпады. Сол үшін оны жарып тастадым. Енді сіздерге шынымен де қорқынышты көрсетпей тұрып, ойындағы қорқынышты квест көрсетейін. Бір кезде қан іздеріне кездескеннен басталады. Болотада бір қызды құтқарамын деп. Осы қанды іздер мені қорқынышты жерге әкелді. Бұл жерде бөлшектелген адам қалдықтары болды. Сол адамның басына маньяк хат салып кеткен екен. Осындай 3 жер бар. Біреуі болотада, екіншісі Валентайнға жақын жерде, үшіншісі Уолли станциясында. Осы үшеуінде де бөлшектенген қалдықтар бар. Үшеуінде де бастың ішінде хат болған. Сөйтіп 3 жерге барып, пазл жиналғанда картадағы сұрақ белгісіне бардым. Осы жерде маньяктың орны екен. Шынымды айтсам, бұл жер қорқынышты. Жан жақтағы адам қалдықтары, жататын орны және анасының уайыммен жазылған хаты көреміз. Осы жерде ұзақ болып қалсаңыз, маньяк сізді кездестіреді. Оны қинамай талдырып, жергілікті шерифке марапат алу үшін апаруға болады. Негізі ол жерде сцена бар. Маньяк шерифке секіріп, бірақ сіз оны құтқарады аласыз. Негізі бекер құтқардым. Сізге жай ғана $20 береді. Шериф өзінің өмірін $20 бағалайтын сияқты. Бұл суммаға ойында 4 пачка печенье алуға болады. Келесі пасхалканы түсіну үшін сюжетін айтайын. Спойлерсіз. Ойында жаңа карта бөлігін ашқанда, демек болото. Сіз жергілікті Ромео мен Джульеттамен танысасыз. Олар бір-біріне қарсы екі жанұя мүшелері. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. Сөйтіп, Грейдің сеніміне кіргенде, ол Брэдуэй жанұясының қорқынышты аңызын айтады. Кэтрин Брэдуэй қызы бар екен. Оны көп жылдар ешкім көрмеген. Ол өте ауру деген сыбыстарда болған. Сөйтіп, Брэдуэй шекарасына өтем десеңіз, бір қыздың даусын естисіз. Ол қыз шынжырлармен байланған туалет ішіне қамалған. One, two, three, 7, 6, 3. Негізі GTA 5-тен қарағанда Red Dead Redemption'де пасхалкалар өте күрделі. Естеріңізде болса, GTA 5-те елес пасхалкасы бар. Белгілі бір уақытта, белгілі бір орында тұрып, елесті көреміз. Ал бұл жерде басқаша. Ғаламторды ақтарып, елесті картаның осы жерінде тапқанын көрдім. Әрине мен осында келдім. Ойындағы бірнеше сағат жүріп, ештеңе көрмедім. Келесі күні де ештеңе таппадым. Үшінші рет мынаны естідім. Мен оны іздеуге тырыстым, бірақ ешқандай елес көрмедім.
Тағы бірнеше рет келдім, ештеңе шықпады. Тек кейбір күндері дауысты тағы естідім. Come back to me. Сөйтіп мен не дұрыс істемедім, түсінбедім. Мүмкін керек емес жерде, керек емес уақытта жүрмін ба? Бірақ түсінгенімдей, қатып қалған уақыт жоқ. Туман болсын, болмасын. Ғаламтордағылар бір-біріне ұқсамайтын екі видео таптым. Бірінші роликте ойыншы елесті тапқан екен. Елес қыз той көйлегімен. Ал екінші роликте кадр қараңғылау. Сол қыз, сол көйлекпен, бірақ ағашқа асылып қалған. Я, шынымен де қорқынышты. Және кейде ойында елес пойыз көруге болады. Ол тек түнде ғана, тек осы жерде ғана шығады. Сіз қорқым келеді десеңіз, түнде балаутадан шықпаңыз. Мен бір кезде жай серуендеп жүріп, жылаған қызды естідім. You okay, man? Talk to me. Әрине жақындадым, квесті жібермеу үшін. Бірақ ол мені пышақпен ұрып, артынан бандиттер өлтіріп кетті. Бандиттері ма білмеймін, жай адамға ұқсамайды. Мен ойынға қайта кіріп, соларды іздедім, бірақ ештеңе таппадым. Ақыры тағы қорқынышты орын, тағы бір маньяктың үйі сияқты. Ол мынандай үй, барлық жері ағашпен қағылған, бірақ ішіне екінші қабаттың терезесімен кіруге болады. Кіре салып көзіме мына монстр түсті. Ол жануарлардың бөліктерінен жасалған екен. Тағы бұл үйде анатомия қағаздары, маньяктың жазылған ойларын табуға болады. Негізі ойын бұрын шықса да, әлі де толық зерттелмеген сияқты. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.